Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Видеоны соңына дейін қарап, каналымызға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрбір пікір біз үшін маңызды. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруіне жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимонның шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруларына төтеп бере алуы. 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан 0,5 стаканға құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырып 8 күн ашытып сүзіңіз. Осы тұнбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Және де сепкілдерді кетіреді. 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспаны дәкеден жасалған майлықтарды тымқылдатыңыз және сепкілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағуға болады. Гипотония, төменгі қан қысымы болған кезде, климактериялық кезеңінде тамақтан соң үгітілген кофе дәмдеріне 50 грамм, 0,5 кг балдан және лимонның шырындарынан жасалған қоспаны 2 сағаттан кейін 1 шай қасықтан қабылдаңыз. Қоспаны тоңазытқышқа сақтаңыз. Бас ауруы, жаңа піскен лимонның қабығын алыңыз, цедрадан тазартыңыз, қабыққа салыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болады. Ол қызиды және қышиды, ал бас ауруы басылады. Тістерді нығайту. Егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын деп тілесеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Қан кету. Жатырдан қатты қан кетуде алты жұмыртқаның ақтарын 0,5 шай қасығына лимон қышқылымен араластырып ішіп қойыңыз. Егер қажет болса қайталаңыз. Тырнақтарды күту. Тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Егер осы видео сіздерге пайдасын келтірсе, каналымызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге әлем арнасы.